Достар, егерде сіздер паспорт оформить етпеген болсаңыздар, дәл осы сәтте паспортта оформление жасауға уақыт келді. Өйткені бізге Taobao 1688 сайттармен жұмыс жасау үшін, WeChat мессенджерінде платеж жасау үшін Alipay платежный системасы қажет болады. Ол жерде сіздерге регистрация өтуге, верификация өтуге паспорт обязательно қажет. Сіздер паспортпен оригиналмен полностью Alipay платежный системасында верификация өтетін боласыздар. Сондықтан срогы өтіп кетпеген оригинал паспорт міндетті түрде қажет болады. Егер өздеріңіздің паспорттарыңыз мүлдем болмаса, басқа адамның паспорты жарай береді. Бірақ ол кісі регистрация кезінде, верификация өтетін кезде міндетті түрде оригинал паспортымен сіздердің жандарыңызда отыру керек. Өйткені Face ID өтеді. Егер видеозвонокпен фотосын қоя саламын деген болсаңыздар, олай мүлдем жасауға болмайды. Бізде ондайда оқушылар болған, ондай адамдар автоматически Alipay'да блокировкаға кетеді, и ол номерді, ол паспортты сіздер мүлдем жаңадан қолдана алмай қаласыздар. Қайтадан басқа номермен регистрация жасау керек болады. Сондықтан паспорт оригинал болу керек. Паспорттың иесі өзіңіз болмасаңыз, сіздің қасыңызда отыру керек, срогы өтіп кетпеген болу керек. Сол кезде ғана менің сабақтарымды көріп, регистрацияны дұрыс өтетін болсаңыздар, ешқандай блокировка болмайды. Негізі біздің сабақтарда мен сіздерге арнайы посредникті беремін. Ол кісі өте надежный адам. 2 жыл бойы мен сол кісімен жұмыс жасап келе жатырмын. Сол кісіге юань толтыратын кезде алдын ала хабарласасыздар. Юаньның курсын алдын ала сұрап аласыздар, өздеріңізге қажет сумманы сұрап, сол суммаға счеттарыңызды толықтырасыздар. Негізі өздеріңізде толықтырсаңыздар да болады, бірақ оның барлығы биржа арқылы өтеді, и оның сенімділігінде менің күмәнім бар. Өйткені Alipay'да блокировка деген бар. Сенімсіз счеттардан сіздердің счетыңызға ақша түсетін болса, криптовалюта сияқты, жаңа незаконный счеттардан түсетін болса, Alipay'ыңыз автоматически блокировкаға кетеді. Сіздерге Alipay 3 рет мүмкіндік береді. Бірінші рет сіздерді бір аптаға блокировкаға жібереді. Сіздер ол счетпен ештеңе жасай алмай қаласыздар, ақшаларыңызды төлем жасай алмай қаласыздар. Екінші ретте сіздерді бір аптаға блокировкаға жібереді, сондай счеттан, незаконный счеттан ақша түсетін болса. Ал үшінші рет сіздер сондай блокировкаға түсетін болсаңыздар, раз и навсегда кетесіздер, ол счетпен ештеңе жасай алмай қаласыздар, ол Alipay'мен қолдана алмай қаласыздар, және счеттарыңыздағы ақша полностью заморозкаға кетеді. Даже 10 000 юань болатын болса, ішінде ол 10 000 юаньді шығара алмай, ештеңе жасай алмай қаласыздар. Сондықтан именно осы Alipay'ды толықтыратын кезде сенімді адамдармен толықтырған өте маңызды. Мен өзім кішкене арзандау аламын деп, басқа адамдардың көмегіне жүгініп, осылай 2 рет блокировкаға кеткен болатынмын. Сондықтан сіздерге именно сенімді адамдармен жұмыс жасауға кеңес беремін. 1-2 теңге қымбат болса да, лучше Alipay'ларыңыз блокировкаға кетпеген дұрыс. Осы жерде ең маңызды ақпараттардың бірі, көп адам мән бере бермейтін және дұрыс обучение өтпейтін адамдар сайттарда өзінің үйінің адресін, немесе Қазақстанның адресін, почтаның адресін толтырып қояды. Достар, біз оқитын сайттар AliExpress емес. Ол жерде Қазақстанның адресін толтыруға мүлдем болмайды. Тек қана Қытайдағы складтың Қытай адресін толтыру керек. Мен сіздерге каргоның контакттарын сол үшін беремін. Сіздер Қытайдағы каргоның складының адресін, номер телефона, барлығын сол кісілердікін толтырасыздар. Қытайдағы адрестар. Олар әр карго арнайы сіздерге код береді. Ол код сіздің фамилия атыңыздың орнына жүреді. Именно сіздің затыңыз екенін сол кодпен танитын болады. Және өздеріңізге қарай заттарыңызды сіздердің аттарыңызға Қытайдағы карго полностью упаковка жасап өздері жібереді. Сондықтан
Кейбіреулеріңіз солай жасайсыздар. Қазақстанның адресін, өздеріңіздің аты жөндеріңізді, өздеріңіздің телефондарыңызды жазудың қажеті жоқ. Местоположенияны да дұрыс таңдаңыздар. Ю қаласы ма, Ю қаласын толтырасыздар. Гуанчжоу қаласы ма, Гуанчжоу қаласын толтырасыздар. Өйткені сіздердің заттарыңыз сол складқа барып сатушыдан түседі. Басқа адресті толтырып қойып, басқа номерді жазып қойсаңыздар, курьер басқа адресқа затыңызды апарып тастаса, сіздің затыңызға ешкім жауапкершілік алмайды, жоғалып кетеді, ақшаңызды ешкім қайтармайды. Тағы да қайталаймын. Қытайдағы каргоның складының адресін және телефон номерін толтырамыз. Өздеріңіздің адрестарыңызды, телефон номерларыңызды жазудың қажеті жоқ. Мен сіздерге запись экранымен жасалған сабақтарды беремін. Сол жерде пошагово не істеу керек екенін көрсетемін. Дәл қалай мен жасаймын, тура солай жасау керек болады. Өздіктеріңізден ешқандай ақпаратты қосып қойдың қажеті жоқ. Сосын кейбір эксперттер өздерінің курстарына адам жинап алу үшін удостоверение мен Alipay'да регистрация болады деп жалған ақпарат жіберген болатын. Негізінде удостоверение мен регистрация Alipay'да кейбір кездерде өтеді. Ол қандай жағдайларда? Егерде сіздің телефоныңыз iPhone ең соңғы модельдер болатын болса, біздің удостоверениенің чипін оқитын болса, регистрация өтеді. Бірақ удостоверение мен регистрация өткен адамның аккаунты 2-3 айдан кейін автоматически блокировкаға кетеді. Сондықтан міндетті түрде регистрацияны, верификацияны паспортпен өтеміз. Қазақстанның удостоверениясы иностранный платежный системаға Alipay'ға мүлдем жарамайды, қыздар. Сондықтан удостоверение мен регистрация болады деген адамдарға сенбейміз, удостоверение табамыз, басқа адамның Сондықтан ондай жалған ақпаратқа сенбейміз, паспорт табамыз. Сіздің паспортыңыз болмаса басқа адамдікі жарайды. Және ең маңызды ақпарат, бір паспортты 3-4 рет қолданса болады. То есть сіздің алдыңызға дейін паспорт иесі өзінің аккаунтына паспортты тіркеген болса, сіз екінші адам болып тіркеліп жатсаңыз, сол паспортты екінші, үшінші адам болып тіркей аласыздар. Егер платежный система бұл паспорт болды, жарамайды, 2-3 рет тіркелген десе, басқа паспорт табу керек болады. Егер регистрация өтіп жатса, тіптен жақсы, бір паспортты 2-3 рет қолдануға болады.